Баршаңызға сәлем достар. Бүгін сіздермен ең дәмді, ең ерекше тағаммен бөлісетін боламын. Ол мясо по-французски. Баршаңызға жасап көруге кеңес беремін. Ол үшін видеоны соңына дейін көріңіздер. Ал ендеше бастайық. Ең алдымен картошкамызды тазалап, жуып, осындай арнайы теркадан өткізіп аламыз. Кез келген терканы қолдануларыңызға болады. Енді картошкамыздың үстіне тұзды салып, оның үстіне керегінше сұйық майымызды құйып аламыз. Және дәмдеуіштерімізді салып, жақсылап тұрып араластырамыз. Ендігі кезекте біздің картошкамыз дайын болды. Оны бір шетке алып қоямыз, тұзы сіңу үшін. Ендігі кезекте ет салмамызды дайындап аламыз. Мен туралған ет қолдандым. Сіздер фарш қолдансаңыздар да болады. Бірінші пиязымызды майдалап туралап, еттің үстіне саламыз. Үстіне сарымсақ және сұйық майымызды құйып, және де дәмдеуіштерімізді салып, жақсылап тұрып араластырамыз. Мінекей ет салмамыз да дайын болды. Тамағымыз сухой болмау үшін мен бір помидор қолдандым. Мен осылай помидорды ірі етіп турадым. Ұсақтап турасаңыздар да болады. Ендігі кезекте арнайы ыдысымызға бірінші картошкамызды, сосын етімізді салып, оның үстіне помидорымызды салып, қызып тұрған духовкаға 30 минутқа қойып аламыз. Тамағымыз дайын болғанша сырды осылай теркадан өткізіп, оған 4 қасық майонез салып араластырамыз. Мінекей дайын болған тамағымыздың үстіне сырымызды салып, тағы да духовкаға 10 минутқа қойып аламыз. Мінекей сырымыз еріп, сондай дәмді әрі жұмсақ, тез дайын болатын тамақтың бірі. Өте жеңіл әрі тез дайын болатын тамақтың бірі. Барлығыңызға жасап көруге кеңес берем. Ұнаған болса лайк басып, комментарий жазуды ұмытпаңыздар. Алда көптеген рецептермен бөлісетін боламын. Мені жоғалтпау үшін менің каналыма тіркелуді ұмытпаңыздар.